Анна, Эльза. Жататын уақыт болды. Ханшайым қара адамның арбауына түсіп қалды. Тездет, Эльза, ханзада жаса, тек шықымда болсын. Ой, бұл ханзада тұзаққа түсіп қалды. Бәріне даянман махаббат үшін. Анна, олар сессе де орманды құтқара алмайды. Адасқан перілердің дауысы шықты. Керіктің дауысы қандай, маңызды емес. Олар патшайымды оятты. Патшайым дуаны бұзып бәрін құтқарды. Сосын бәрі үйленеді. Не ойнап отырсыңдар? Сиқырлы орман. Ханзада мен ханшайым. Мен көрген сиқырлы орман басқаша сияқты еді. Сен сиқырлы орманға барып көрдің бе? Немене? Барғам. Бір рет. Соны осы уақытқа дейін неге айтпағансың? Егер тыңдайын десеңдер, Тыңдаймын. Айт. Шынымен айтқың келіп тұр ма? еш уайымдама. Үлкен ақылы жасақ. Егер тыныш отырып тыңдаса. Баяғыда, бұрынғы өткен заманда, көне заманнан қалған сиқырлы орман болған екен. Оның сиқыры қара адамдардың дуасына да, перілерге де ұқсамайтын. Ол орманды ең құдіретті рухтар қорғайтын. Олар жел, от, су және жер рухтары.